Ассалаумағалейкум YouTube көрермендер, қалдарыңыз қалай? Біздің алдыңғы видеоларда Каспий туралы түсірдік, Оптовый түсірдік. Бізде көбі Каспий туралы сұрақтар қойып отыр. IP-ні қалай ашамыз, Каспий Pay'ді қалай ашамыз. Оның алдыңғы видеоларды түсіріп кеттік. Арттағы видеоларды қарасаңыздар болады. IP-ні қалай ашамыз. Бірінші, сосын сіздерге айта кетейін, IP-ні ашпай тұрып бірінші затты тауып алыңыз да, оптовиктерді. Бұл жерде андай не ғана емес та, қараңыз, сіз бір базарда тұрған зат қана емес, компаниялар бар, бір Oriflame, MV, сосын Mereki деген, тағы да қандай компания, Қазақстанда шығарылатын өнімдері бар компания. Сондай компаниялармен де келісіп істесеңіздер болады. Өте былай келісіп, сертификатын алып, сол компанияның договормен отырып, сөйлеп, сол компанияны Каспийге салсаңыздар болады. Енді ол жерде барлық зат бірден салына кетеді деп айта алмайсыз. Ол кішкене, ол сфераға кіру кішкене сәл қиындау, бірақ оны кіріп алғаннан кейін уже нормально болады, уже сатылым оңайырақ болады да, поставщикпен келісу. Көрдіңіз бе? Ол жерде өздерінің бонустары бар, сол бар. Бәрін есептеп, сөйтіп істейсіздер. Бірінші оптовик тауып аласыздар, содан кейін барып, IP ашып, содан кейін Каспий Pay ашып, содан кейін магазин ашып, сөйтіп ары қарай істейсіздер. Сол, мысалы, ашамай қорқып жүргендер болса, ашып істесеңіздер болады. И мысалы бәрі адам бір Каспиймен ғана істе деген шарт емес та. Бір адам бар, мысалы Каспийге істей алады да, бір адам бар, Каспийге икемі жоқ, ол вообще мүлдем Каспийді істегісі келмейді. Ондай адамдар, мысалы OLX бар, Сату KZ бар, сондаймен тоже сатып, сондаймен айналысса болады, сондай заттармен. Басқа да кәсіптің көзімен. Кәсіптің көзі, былай қарасаңыз, Каспийде өте көп. Каспийден, мысалы, ішіне кіріп, бір компанияларға звондасаңыз болады. Сіздің менеджеріңіз бола аламыз деп. Менеджер келек Каспийға, Каспий магазин көп компанияларға звондап, сол жақта қарап, кімде көп зат бар, соның товарларын көріп қарасаңыздар болады. Сіздердің заттарыңызды біз регулировать етіп береміз, бағаларын түсіріп отырамыз, постоянно қарап отырамыз, сөйтіп сол көп үлкен компанияларға, мысалы, көп заты бар, көп нәрселерге, соларға звондап, сөйтіп айтсаңыздар болады. Мысалы, бізде сөйтіп істеп жатыр қазір. Бағаны түсіреміз, 3-4 адам бар, соның 3 адам бар, соның бағаларын түсіріп, әрқайсымыз отырамыз. Біреу звондайды, біреусі бағаны түсіреді, сондай, мысалы. Басқа біз сияқты үлкен компанияларға, басқа да өзі заттары өту үшін сондай адамдар керек міндетті түрде. Ол да бір жұмыстың бір түрі деп айтсақ болады. Мына Каспий магазин ашам дегендер болса, IP ашып, бірінші бәрін дайындап алып, сосын поставщик іздемей, бірінші поставщик іздеп, содан кейін IP ашыңыздар. Және де қандай көмек болса, WhatsApp-қа жазыңыздар, әрдайым жауап беруге көмектесеміз. Сосын біздің видеоны, осы менің видеом, арттағы видеоларды толықтай бірінші көріп алыңыздар. Өйткені бір көргеннен адам бір тез қабылдап алмайды да, бір-екі рет көргеннен кейін барып түсінеді. Видеоларды көріңіздер міндетті түрде. Қандай көмек болса, WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Біздің сосын осы, мысалы, бүгін бастайын деп жүрсеңіздер сіздер, сосын ертең бастайым, или арғыны істей салам деген емес, тура қазір бүгіннен бастап істеңіздер. Тура осы видеоны көріп отырсыз, қалай көріп бітесіз, Каспий туралы ізденіп, параққа жазып, қай кезде дәптерге жазасыз, сол кезде адамның ойы ғарышқа кетеді дейді. Планета сояқпен байланысады дейді. Сол кезде қағазыңызға жазып, өзіңізді, мысалы, 2-3 күнде мынаны істеймін, мынаны жоспарлаймын деп, Каспийді жоспарлап, сөйтіп істеп алыңыз. Осы сәттен бастап, тура осы видеодан кейін сіз Каспиймен қалай жұмыс істейтінін көресіз. И сосын мынандай мәселе бар. Каспиймен жұмыс істеймін деп, Wildberries'ті алып, сосын Озонды алып, бәрін бірдей алып, керек емес. Адам бірінші бір затты түбіне дейін жетіп алу керек. Каспий дедіңіз, ең осы Алматы қаласы бойынша
қазір Каспи ең бірінші орында тұр. Сіз бірінші Каспиді үйреніп алыңыз, одан кейін барып Каспимен жұмыс істеп бәрін болғаннан кейін басқа да интернет магазинге кіресіз. Осында естеріңізде сақтасаңыздар болады. Достар, осы видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып және де комментарий жазып басқа адамдарға таратып жүріңіздер. Көп адам көрсе көп просмотр болады. Көп просмотр болса біздің осы жақында оптимизация дейді, YouTube канал бізге скоро ақша төлейді. Сол үшін көп көрсетілім болсын, басқа адамдарға да жіберіңіздер. Әр қазағым бай болуға тиіс. Келесі видеода кездескенше.